Әлемде әр 5 секунд сайын бір адам қатерлі ісіктен қайтыс болады. Бұл медицинаның дәрменсіз болғандықтан емес. Біз әрқашан қолымызда болған ең күшті және ең қолжетімді қаруды елемейтіндіктен. Осы зерттеуге сәйкес, әрқайсымыз өз бетімізше онкологиялық аурулардың қаупін 30%-ға, асқазан обырын 20%-ға, сүт безі обырын 25%-ға және ішек обырын 30%-ға дейін төмендете аламыз. Дәл қазір мен сіздермен пациенттеріме не ұсынатынымды, өзім не жейтінімді және отбасым не жейтінін бөлісемін. Мамандар жерорта теңізі диетасының тұжырымдамасын пирамида түрінде бейнелеген. Оның негізі күнделікті диетаның негізі болып табылады. Күнделікті рационның бірінші скрипкасы зәйтүн майы. Бұл зерттеу өсімдік майларының онкологияның пайда болуына әсерін зерттейтін заманауи диетология тұжырымдамасын түбегейлі өзгертті. Бұл рандомизацияланған сынақта пациенттердің 3 тобы болды. Зәйтүн майын, жаңғақтарды және өсімдік майы аз диетаны ұстанатын науқастарды қабылдағандар. Зерттеу нәтижелері бойынша, зәйтүн майын қабылдаған топтағы емделушілерде сүт безі қатерлі ісігі ауруы 3 есе аз болған. -68%. Зәйтүн майының бірқатар компоненттері қабынуға қарсы және антиоксиданттық әсерге ие. Жерорта теңізі диетасының үлгісі зәйтүн майын басқа суық сығымдалған өсімдік майларымен алмастыруға мүмкіндік береді. Және бұл негізгі мәселе. Күнделікті диетаның келесі қабаты. Жапырақты жасыл көкөністер мен крестгүлдер. Белсенді қосылыстар колоректалды қатерлі ісік, сүт безі өкпесі және тіл жүлімі қаупінің төмендеуімен байланысты. Сонымен қатар, ісікке қарсы белсенділіктің екінші механизмі талшықтың ішек микробиотасына әсері арқылы байланысты. Жетекші халықаралық қатерлі ісік қауымдастықтары күніне кемінде 5 порция көкөніс, яғни 500 грамм қабылдауға кеңес береді. Біздің сүйікті үйдегі отбасылық салат назар аударыңыз. Шикі гүлді 40 қабаттан, пияз және сарымсақ. Бұл жолдастар көпшіліктің ескі сүйіктілері. Термиялық өңдеуден немесе кесілгеннен кейін тұтынудан бұрын 10 минут күту керек. Бұл ісікке қарсы негізгі қосылыс аллициннің мөлшерін айтарлықтай арттырады. Асқазан қатерлі ісігінің даму қаупі 26%-ға, ішек қатерлі ісігі 17%-ға артады. Бұршақ тұқымдас, жасымық, ноқат, бұршақ. Ақуыз бен талшықтың негізгі 3 көзінің бірі. Бұршақ дақылдары жүйелі ісікке қарсы әсері бар ішек микробиомасын жақсартады. Хумус және лима бұршақтары біздің дастарханымызда жиі кездеседі. Тұтас дәнді дақылдар бұл дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы қауымдастық дәлелдеудің ең жоғары деңгейін беретін бірнеше тағамдардың бірі. Тұтас дәнді дақылдардың басқалардан айырмашылығы неде? Мен бұған дейінгі видеоларымның бірінде айтқан болатынмын. Күніне 90 грамм дәнді дақылдар тоқ ішек қатерлі ісігінің дамуын 17%-ға төмендетеді. Ал тәулігіне 90 граммнан астам дәнді дақылдарды тұтыну қатерлі ісік ауруының даму қаупін 20-25%-ға төмендетеді. Ақ нан және дүкеннен сатып алынған макарон өнімдері бұл ультра өңделген тағамдар, боспағандар. Барлық жауапкершілік тек өз мойнымызда. Бүгінде барлық базарларда тұтас бидай ұны бар. ұн, су және тұз үйдегі макарон өнімдеріне арналған тамаша рецепт. Макаронды бірге пісіру ешкімді бей-жай қалдырмайды. Достарды біріктіреді және балаларды қызықтырады. Бұл дүкендегіден әлдеқайда арзан және салыстырмалы түрде пайдалырақ болып шығады. Ал үйде нан жасау біз ойлағаннан әлдеқайда оңай болды. Сіз менің әйелімнің телеграммасынан көптеген тегін рецептерді таба аласыз. Қызанақ мәдени кодқа терең енген. Испанияда тіпті бүкіл фестиваль бар. Лекопин қатерлі ісікке қарсы әсері бар негізгі құндылық болып табылады. Ол өсімдік майымен жақсы сіңеді. Сонымен бірге термиялық өңдеу лекопиннің биожетімділігін айтарлықтай арттырады. Біз қызанақты ірімшікпен, кейде гүлді 40 қабатпен пісіреміз. Айтпақшы, кез келген дастарханмен бірге. Простата обыры туралы халықаралық хаттамаларда ликопен туралы бөлек айтылады. Қызанақты тұтыну қатерлі ісікке қарсы күшті әсермен, әсіресе простата обырының агрессивті түрлерімен байланысты. Бұл менің сараптамамның басты бағыты. Менің артымда 15 жылдан астам жетекші онкологиялық мекемелерде, соның ішінде Израильдің Хадас клиникасында және Еуропалық медициналық орталықта тәжірибеден өттім. Сіз диагнозбен күресуіңіз керек, немесе екінші пікірді ұстануыңыз керек. Мен сипаттамада консультацияға сілтеме қалдырамын. Жерорта теңізі диетасының үлгісіндегі күнделікті диетаның негізі осылай көрінеді. Бұл тамақтану үлгісінің келесі қабаты. Майлы балықты аптасына 3-40 рет тұтыну. Бұл скумбрия, лосос, дорадо немесе майлы балықтың кез келген басқа түрі болуы мүмкін. Омега-3 май қышқылдарының ісікке қарсы әсері айқын
және колоректалды және сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін айтарлықтай төмендетеді. Жерорта теңізі диетасында қызыл етке қарағанда балықты тұтынған дұрыс. Бұл онкологияның даму қаупін азайтады. Балықты шатастыру қиын. Оны пісіру керек. Биыл мен үшін бұл жаңалық болды. Бұл пісірілген скумбрия. Айтпақшы, мен соңғы бейнемде бал қосылған балыққа арналған құпия сарымсақ соусы туралы айтқан болатынмын. Мен сілтемені сипаттамада қалдырамын. Сүт өнімдері жерорта теңізі тағам үлгісінде тек қышқыл сүт түрінде қолданылады. Бұл йогурт немесе ірімшік болуы мүмкін. Сонымен қатар аптасына 3-4 рет тұтынылады және ең алдымен ішек микробиомасын сақтау мақсатында. Біздің дастарханымызда әрқашан жас үй ірімшігі болады. Сіз рецепті қайдан табуға болатынын білесіз. Қызыл ет пен тәттілерді тұтыну бұл тамақтану үлгісінен тыс қалмайды. Бірақ айына 3-4 рет айтарлықтай шектеледі. Ал енді шарап туралы бөлек аңыз. Өйткені жерорта теңізінде оның көптігі сонша. Жерорта теңізі диетасы контекстіндегі қызыл шараптың қатерлі ісікке қарсы рөлі тамақтану мен онкологиядағы ең даулы және мұқият зерттелген тақырыптардың бірі болып табылады. Халықаралық қатерлі ісіктерді зерттеу агенттігі алкогольді темекі мен ABC мен бірге адам қатерлі ісігін тудыратын бірінші топтағы канцерогендерге жатқызады. Алкогольді тұтынудың кез келген деңгейі ісіктердің пайда болу қаупін арттырады. Иә, қызыл шараптың құрамында қабынуға қарсы және антиоксиданттық әсері бар resveratrol және басқа фенолдар бар. Бірақ клиникалық маңызды тиімділікке қол жеткізу үшін дозаны күніне шамамен 2 литр шарап ішу керек. Жүзім, жидектер, жаңғақтар және зәйтүн майы бірдей қосылыстардың көзі болып табылады. Бірақ этанол қаупі жоқ. Бұл пирамида болатын қуат моделінің негізі. Бірақ іргетасы, бір қызығы, әлеуметтік және мінез құлыққа негізделген аспект. Бұл компанияның тамақтануы мен физикалық белсенділігі туралы. Бұл бір тұтас теңіз диетасының ажырамас бөлігі. Оны қарапайым диета ретінде жеңілдетілген түрде жиі елемейді. Бұл тамақтану контекстінде кім, қалай, қашан және қандай көңіл күйде шешуші рөл атқарады. Оның тиімділігі туралы. Дәстүр бойынша, жерорта теңізі елдерінде тамақ әлеуметтік оқиға ретінде қабылданады. Түскі және кешкі ас бұл отбасымен, достармен қарым-қатынас жасау және оқиғаларды талқылау уақыты. Бұл жай ғана денеге жанармай құю емес. Балалар мен ересектер үшін тұрақты отбасылық түскі ас семіздіктің төмен қаупімен байланысты екені дәлелденді. Бұл онкологияның дамуының негізгі факторларының бірі болып табылады және өмір салтының бір бөлігі ретінде. Физикалық белсенділік жерорта теңізі аймағында дәстүрлі болып табылады. Бұл табиғи физикалық белсенділік туралы. Серуендеу, бау-бақша өсіру, ашық ауада жұмыс істеу, немесе балалармен ойнау. Физикалық белсенділік инсулинге сезімталдықты арттырады, жүйелі қабынуды азайтады, липидті профильді және қан қысымын жақсартады. Тіпті тамақтанғаннан кейін жарты сағаттық серуендеу түріндегі қалыпты жаттығулар қандағы глюкоза деңгейін айтарлықтай төмендетеді және мезгілсіз өлім қаупін 20-30% төмендетеді. Қосымша ақпарат менің Telegram каналымда. Денің сау болсын, қамқор бол. Жақын арада кездескенше.